Бақыттың шырғалаң шеңбері, бақыттан көңілсіздікке дейін. Адамды жетілдіру институтынан өмірдегі ең жоғары жетістігің үшін сыйлық алдым деп елестетіп көріңіз. Сіз ду қол шапалақты естесіз. Мінберден атыңыз аталып жатады. Керемет сезімде боласыз. Алайда бірнеше минуттан кейін салтанатты рәсім аяқталып, көңіліңіз орнына түседі. Неліктен? Себебі сіздің бақыт гормондарыңыз төмендеп кетеді. Мүмкін кейінірек қуанышты сәттерді бірнеше рет еске түсірерсіз, бірақ ол кезде ми өзінің әдеттегі қалпына қайта оралады. Айналаңыздағы қауіпті іздейді. Олардың кейбірін тауып та алады. Көрермендер сөзімді жақсы қабылдады ма? Келесі жобамды ұнатпаса не болады? Достарым неге салтанатты рәсімге келмеді? Егер сіз осы марапатым өмір бойы бақытты етеді деп күтсеңіз, қателесесіз. Бәріміздің де бақыт гормондарымыз төмендейді. Сондықтан олардың жаңадан бөлінуіне көмектесуге тырысамыз. Ми осылай жұмыс істейді. Жаңа планета ашсаңыз да, бақыт гормондары бірте-бірте төмендейді. Ашқан планетаңызға күнде-күнде қарасаңыз да, оны алғаш ашқан күндегідей қуанбайсыз. Алайда дәл солай тағы да қуанғыңыз келеді. Бұл тілекті бұрыннан бар нейронды жолдар арқылы қанағаттандыруға тырысасыз. Тағы бір планетаны ашқыңыз келеді. Егер сол ашқаныңыз соңғы планетадай болса, қатты қуана қоймайсыз. Қатты қуану үшін енді ашатын планетаның көлемі әлдеқайда үлкен болуы керек. Ата-бабамыздан мұра болып қалған ми жағдай өзгергенде қажет деп позитив нейрохимиялық заттарды сақтап отырады. Енді оны ескі импульстер қоспайды. Жақын маңдағы гүл сататын дүкенге кіргенде мидың бұрынғы ақпаратты есіне түсіретінін байқадым. Есіктен кіргеннен гүлдің хош иісі бұрқ ете қалды. Ұнағаны соншалық бір құшақ гүл сатып алайын деп ойладым. Ақшасын төлеп сәл аялдап, қолымдағы гүлді тағы бір рет құшырлана иіскедім де, көлігіме қарай беттедім. Алайда дәл жаңағы ғаламат иісті сезе алмағаныма қатты таңғалдым. Алғашқы хош иіс жоғалып кеткен. Бұл мен үшін жаңа иіс емес. Алғашқы әсер неге сондай күшті болады? Бақыт гормондарының төмендеуі күш-жігерімізді жинап, әрі қарай өмір сүруге дем береді. Бірақ біздің сол күйі көңілсіз боп қала беретініміз таң қалдырады. Егер физиологияны түсінбесеңіз, көңілсіз болғаныңыз үшін қоғамды кінәлауыңыз мүмкін. Ми шындықты бұрын болған жағдаймен салыстырады. Соның негізінде сіз тұрақты нейронды тізбек жасадыңыз. Жас кезіңізде бәрі жаңалық болды. Бастан кешкен оқиғаның бәрі ең жақсы немесе ең жаман болып бөлінеді. Бұл нейрохимиялық заттарды көп бөледі. Сөйтіп, бастан өткен оқиға негізінде сіз бірден нейронды тізбектерді қалыптастырдыңыз. Бірақ келесі жолы тағы да пицца жегенде, бұл енді сіз дәмін татқан ең керемет тамақ болмай қалады. Өмір үнемі сіз күткендей бола бермейді. Өйткені бұл ақпаратты алғаш естігендегі үмітіңіздің жөні бөлек еді. Мен жаңа дайындалған кофенің хош иісін сезгенде қуанамын, бірақ бұл туралы кәсіби баристаларға айтсам, олар менің не айтып тұрғанымды түсінбейді. Егер күнде-күнде кофенің хош иісінен рахаттану үшін бариста болып жұмысқа тұрсам, бұл сезімнен айырылып қалуы мүмкін. Бақыт гормондарының төмендейтін кезі болады. Бұл тарауда дофамин, окситоцин, эндорфин және серотонин қандай көңіл күйді туғызатыны баяндалады. Содан кейін жағымсыз сезімнен арылуға тырысқанда пайда болатын шырғалаң шеңберді зерттеп, позитив сезімге дем береміз. Егер осы механизмді жақсы түсінсеңіз, шырғалаң шеңберді позитив шеңберге айналдыра аласыз. Дофаминнің тағы бір қыры. Дофаминнің түзілуі үмітке жетелейді. Балмұздақты бірінші рет жегенде қандай дәмді еді? Балмұздақты 10-шы рет жегенде дәміне мәнде бермейміз. Басқа мәселені ойлап тұрасыз. Сізге балмұздақ бұрынғыдай-ақ ұнайды, бірақ бірінші жегенде емес. Өйткені ми балмұздақты 10-шы рет жегендегі сезімді жаңа деп санамайды. Ол қажеттілікті қанағаттандыратын басқа жол іздеп әлек. Жеп үйренген, әдеттегі дәмі тіл үйірер тағам да енді оның назарын аудармайды. Ғалымдар бұл құбылысты дағдылану термині деп атайды. Ынталандыру қайталанғанда реакцияның төмендеуі. Жаңа қуаныш. Жақсы нәрсені тез үйренуге бейім келетін миға
адам қалай риза болады? Философтар бұл мәселе туралы көптен бері ойланып келеді. Қазір олардың қатарына ғалымдар, тіпті гастрономдар қосылды. Америкадағы ең сәнді, танымал мейрамханалардың бірі ғылымға негізделген Френч Лондри мейрамханасында келушілерге тамақты аз мөлшерде салып береді. Өйткені мекеменің негізін қалаушы және бас аспаз Томас Келлердің пікірінше, адам бірінші рет аузына салған тағамның тек 2-3 қасығын ғана тамсана жейді. Одан кейінгісі тек қарын тойдыру. Сондықтан Калифорниядағы осы мейрамхана адамдарға тамақты аз-аздан салып беріп, неше түрлі тағамнан ауыз тигізіп, ғаламат ләззат сыйлайды. Ал егер Френч Лондриге тек бір тағамға аңсарыңыз ауып келсеңізше, аспазды сол тамақты мол етіп пісіріп беруге көндірдім деп елестетіп көріңіз. Тамақты толтырып салып әкеліп бергенде құмарлана кірісесіз. Соңында не болады? 1-2 қасықтан кейін жегіңіз келмей қалады. Тамақты айналдыра қарап, бірдеңені қосуды ұмытып кеткен бе деп ойлайсыз. Әлде басқаша пісірді ме екен? Жоқ, тек миға жаңа ақпарат бармайды. Ол бақыт гормондарын бөлмейді. Бұған сену қиын шығар, өйткені сіз дағдыланудың әсерін білмейсіз. Ми қажеттілікті қанағаттандыратын жаңа жол тапқан сайын қуанады. Жаңа тағам, жаңа махаббат, жаңа жер, жаңа технологиялар. Біраз уақыттан кейін жаңа нәрселер соншалықты жаңа болып көрінбейді. Басында мүлдем бұлай болмаған. Бұрынғы жарқын әсерді жаңасына ауыстыратын кез келді. Мидың жұмыс істеу механизмін түсінсеңіз, көңіл күйді өмір емес, өзіңіз қалыптастыратыныңызды түсінесіз. Тіршіліктегі дофаминнің рөлі. Дофаминнің құнын түсінгенде, дофаминнің әсерінен болатын көңілсіздікті түсіну оңай болады. Арғы ата-бабаңның балығы мол өзенге тап болғанын елестетіп көріңізші. Ол қатты қуанып, ауылдастарына айту үшін жүгіре жөнеледі. Дофамин жүгіру үшін күш береді. Қайтып келіп өзенді адаспай табу үшін жат береді. Оның функциясы осымен бітеді. Ата-бабаңыз мына себептермен позитив эмоцияны сезуі мүмкін. Тайпаластарының құрметпен қарайтынын ойлағанда серотонин бөлінуі мүмкін. Тайпаластарым мереке ұйымдастыратын шығар деп ойлағанда окситоцин бөлінуі мүмкін. Ол енді балығы бұдан да көп өзенді іздеп тапқанша дофамині төмендей береді. Табанды түрде балығы мол өзен іздейді. Өйткені бұл процесс қанағаттандыратынын жақсы біледі. Дофамин төмендегенде. Дофамин төмендей бастағанда кортизол бөлінгенін сезесіз және қауіпті сезуге қабілетті боласыз. Жағымсыз эмоциядан құтылғыңыз келіп, бірдеңе істеу керек деген әдісті іздей бастайсыз. Бұған уақытша болса да бақыт гормондары әсер етеді. Мысалы, автомат ойынын ойнау үшін залға келген жас баланың әрекеті керағар жағдайды елестетуге көмектеседі. Ол $50 ұтып алса, мида дофамин бөлінеді. Сөйтіп жағымды эмоция туады. Келесі жолы көңіл күйі түссе, күтпеген жерден есіне ойын түседі. Бірақ қанша ойнаса да қанағаттанбайды. Жеңілдеп, жақсы сезу үшін әрі қарай ойнай береді. Көп ұзамай ұтылып, жағымсыз эмоция пайда болады. Қанағаттанбағандықтан позитив сезімді іздеп әрі қарай ойнай береді. Адам кез келген жаста ойынға үйірсек болуы мүмкін, бірақ көбінесе күйзелісті жеңгісі келетін жастар арасында жиі кездеседі. Дофаминді адамның қалыпты мінез құлқы да төмендетуі мүмкін. Мектепте өткен күрделі сөздерді жазу байқауында жеңіп шыққан мектеп оқушысын елестетіп көріңіз. Ол өзін жұрттың құрметтеп мойындағанын сезеді. Осы эмоцияны қайта сезгісі келіп, күрделі сөздердің емлесін есте сақтауға тырысады. Ерекше қиын сөзді жазып үйренген сайын мида дофамин бөлінеді. Өйткені оқушы оны қуанумен байланыстырады. Дофамин бұрынғы жағымсыз ойлардан арылтады. Қауіп-қатерге толы әлемде қауіптің алдын алу мүмкін емес. Сондықтан қолға кітап алып, сүйікті ісіңмен айналысу арқылы жағымды эмоцияға берілу ерекше мәнге ие. Егер осы оқушы тағы бірнеше байқауда жеңсе, онда қуанышы бәсеңдейді. Тағы да қуану үшін басқа сабаққа мойын бұра бастайды. Мектептегі көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысу немесе колледжге түсу үшін дайындалуы мүмкін. Олардың бәрі әрдайым дофамин бөледі.
Қажеттілігіңізді қанағаттандырудың денсаулығыңызға зиянды немесе зиянсыз тәсілдеріне қарамастан дофаминнің екінші қыры байқалады. Шырынды алғаш ішкенде қуанған маймылдар көп ұзамай шырынды күнделікті ішіп жүрген сусыны секілді іше бастады және жаңадан нейрохимиялық заттар бөлмеді. Кейін оларға шырын бермей қойғанда ми мұны трагедия деп қабылдады. Мұндай миды басқару оңай емес, бірақ өмір бізді осылай марапаттағандықтан онымен күресуге мәжбүрміз. Үнемі сол бірінші рет сезген рахатты іздеу. Нашақорлар алғаш наша тартып көргендегі рахатын үнемі іздеп жүретіндерін айтады. Есірткіні бірінші рет тартқан адамға бақыт гормондары әлдеқайда өткір ләззат береді. Ал енді екінші рет бұдан да күшті мөлшерде тартса, алғашқыдай сезбейді. Нашадан одан әрі ләззат алу үшін мөлшерін үсті-үстіне көбейте беру керек. Ми табиғи немесе жасанды нейрохимиялық заттардың әсерінен туындағанына қарамастан алғашқы сезімді қайта сезуге тырысады. Жасанды нейрохимиялық заттар жасанды түрде үлкен нейронды жолдарды жасайды. Оның жанама әсері де үлкен болады. Бірақ табиғи жолмен өнетін бақыт гормондарының өзі жиі болып кетсе, адамға зиянды әсер етуі мүмкін. Адамдар жағымсыз салдарына қарамастан жағымды нәрсені қайталауға бейім. Өйткені адам миындағы бақыт гормондарының төмендеуі стресс гормонына, кортизолға орын қалдыруы мүмкін. Сіз не іздесеңіз де коктейльдің жаңа түрін немесе қызметіңіздің өсу мүмкіндігін бойыңызға бірден дофамин бөліне бастайды. Бірақ іздегеніңізді тапқанда дофамин төмендейді. Ол енді сізге алғашқыдай қызық емес. Ынтық дүниенің соңына түсу. Бір нәрсенің соңына түсу процесі сіз ойлағаннан да қызық. Пончик жегіңіз келіп, кондитерлік дүкенге жақындаған сайын және дүкен маңынан тұрақ іздегенде мида дофамин тез бөлінеді. Бұл да біздің ата-бабамыздың орманға барар кезде басынан өткен жағдайы. Сіз айналаңыздың бәрін бақылап, олжалы болатын сәтті асыға күтесіз. Кафенің қасынан машина қоятын орын тапқанда дофамин бөлінеді. Бірақ пончикті қолыңызға ала бергенде-ақ дофамин төмендей бастайды. Өйткені бұл нейрохимиялық заттар жұмысының бір бөлігін істеп қойды. Компьютерлік ойындар адамның рахат іздеуіне байланысты тез танымал бола бастады. Егер компьютер ойынын қайта-қайта ұтып кете берсеңіз, одан тез жалғасыз. Сондықтан компьютер ойындары оңайдан қиынға көшу тұжырымдамасына негізделген. Ұтуға ұмтылған сайын толқисыз, бірақ нақты қажеттілігіңіз бұл емес. Мұражайлар мен сауда орталықтарын аралау да ләззат алудың танымал тәсілдерінің бірі. Егер олардың мазмұны үнемі өзгеріп тұрмаса, адамдар жалығып кетеді. Сондықтан экспозициялар үнемі жаңарып, жаңа өнімдер желісі пайда болады. Егер сауда орталығына, мұражайға немесе компьютер ойындарына қызықпай, қолды бір сілтеп, бұлар бұрынғыдай қызық емес дейтін болсаңыз, мәселе оларда емес, сізде екенін түсінбегеніңіз. Ми дофамин бөлуді тоқтатты. Өйткені бұл заттар миға өңдейтінде жаңа ақпарат бермейтін болады. Коллекция жинау танымал хоббилардың бірі. Бұл үнемі көңіл аулап тұрады. Коллекционер үнемі жаңа нәрсе іздейді. Ол іздегенін тапқанда дофамин төмендеп, қайтадан жаңа нәрсе іздей бастайды. Коллекция жинау сізге қажеттілік туралы иллюзия туғызады. Ми коллекция жинау процесінде көп ақпаратты өңдейді. Сондықтан стресс гормондарының әсеріне қатты ұшырай қоймайды. Егер коллекционер әріптестеріңізден озып кетсеңіз, онда серотонин бөлінеді. Нағыз коллекционерден «Маған бұдан артық ештеңе керек емес, барыма ризамын» деген сөзді ешқашан естімейсіз. Ол дофамин бөлу үшін үнемі ізденіс үстінде жүруі керек. Адам жаңа жобаны жоспарлағанда дофамин бөлінеді. Салтанатты кеш, үйді жөндеу немесе басқа жерге көшу адамды белсенді етіп толықтады. Өйткені ол өмірлік маңызды мақсатқа жетумен байланысты. Дофамин ұзақ мерзімді жобаларды жүзеге асыру кезінде уақытша келеңсіздіктер мен сәтсіздіктерді жеңуге көмектеседі. Салтанатты кешті жақсылап өткізгеннен кейін немесе үйді көңілдегідей жөндеп алғаннан кейін дофамин төмендейді. Сонымен бірге көңіл күй де басылады. Бірақ жаңа жобамен айналысқанда көңіл күй айтарлықтай жақсарады.
Саяхаттаған кезде дофамин бөлінеді. Өзіңізді осы ғаламшардағы адам сияқты сезу үшін немесе дәл уақытында таңғы ас ішу үшін ми өңдейтін жаңа ақпаратты үсті-үстіне үйеді. Саяхатты жоспарлаудың өзі дофамин бөледі. Өйткені қиялдың жетегіне еріп, жаңа елді, жерді аралайсыз. Көк және ақ түстер керемет үйлескен тропикалық жұмаққа келгенде ми толқығаныңызды сезеді. Бірақ бірнеше минуттан кейін тіс щеткаңызды таба алмай, заттарыңызды ақтарып жатасыз. Келесі күні таңертең қайтадан бақытты екеніңізді сезесіз. Өйткені ойлаған мақсатыңызға жеттіңіз. Бірақ күн өткен сайын сапарға шығар алдындағы көңіл күйіңізге қайта түсесіз. Дофамин әрқашан адамды жетістікке жетелейді. Томас Эдисон күні бойы, түні бойы жұмыс істеп, электр шамына арналған шығырды балқытып тәжірибе жасаған. Ғалымдар бірнеше сағаттап зерттеу жасап, соның нәтижесінде ауруға қарсы дәрі тапты. Олар өздеріне қажет нәрсені тапқанда жаңадан жоспар құра бастайды. Біздің миымыз барына рахаттанып, сонымен тоқтайтындай құрылымдалмаған. Бұл дофаминді жайдан жай баспайды. Ми ақпарат алғаннан кейін қайтадан іздену үшін белсенділігін азайтады. Дофаминнің бөлінуі тұрғысындағы ең көп таралған мысалдардың бірі махаббат қарым-қатынасы. Адам ғашық болғанда дофаминнің ең жоғары толқынының арасында жүргенін түсінбейді. Құлай сүйгенде алғашқы сезім өмір бойы сақталады деп күтуге болмайды. Дофамин табиғи түрде төмендейді де, оның орнын бірден стресс гормондары басады. Көбінесе алғашқы сезімнің суығанына жолдасыңызды кінәлайсыз. Кейде ол өзгерді, бұрынғыдай емес деп ойлайсыз. Тіпті басқа адаммен бақытты боламын деп ойлайсыз. Өйткені алғашқыдай жаңа сезімді бастан кешіресіз. Бірақ алғашқы сезімді іздей берсеңіз, шырғалаң шеңберге түсесіз. Жаттығу. Дофамин төмендегенде. Шоколадты торттың бір кесегі осы уақытқа дейін дәмін татып көрген тәттілердің тәттісі. Бірақ екінші кесегін жей бастағанда алғашқыдай дәмді сезбейсіз. Миыңыз дофаминді бұрыннан таныс ақпаратқа жасамай, жаңасы үшін үнемдейді. Бұл сізге ұнайтын адамның күлкісіне, немесе қызметіңіздің өсуіне де қатысты. Басында дофамин бөлінеді, бірақ қайталана берсе, бұрынғыдай қатты әсер етпейді. Дофамин төмендегенде қоршаған ортада немесе жеке басыңызда бірдеңе дұрыс емес сияқты сезіледі. Егер басқа бір мақсатқа ұмтылсаңыз, бұл сезім тез арада сейіліп, соншалықты ауыр күйге түсірмейді. Дофамин төмендегендегі жағдайыңызға көңіл аударыңыз. Бір нәрсе бұрынғыдай қызықтырмаса, жетістікке жету күткеніңіздей әсер етпесе, көптен күткен мақсатыңызға жеткенде басқа бір іске қызыға бастасаңыз. Эндорфиннің тағы бір қыры. Эндорфин адам ағзасында тез тарап кетеді. Бұл өмір сүру логикасына байланысты. Ауырсынуды уақытша жеңілдету жақсы нәрсе, бірақ өмірді қорғау үшін, одан бір жола жазылу үшін оны сезінуіңіз керек. Эндорфин үнемі қуантады деп ойласаңыз, қателесесіз. Физикалық жаттығулар адамның тоқ мелісуіне ықпал етеді. Бірақ одан ары жаттығу жасағанда, бірінші рет жаттығу жасағандай көтеріңкі сезімде болмайсыз. Оған жету үшін физикалық ауырлықпен шектесетіндей күш салу керек. Физикалық тұрғыдан күш салып жаттықсаңыз, бірінші реттегі сияқты позитив сезімде боласыз. Эндорфин бөлінсе қарын ашады, бірақ позитив сезімді одан әрі сезіну үшін қайта-қайта ашығу керек. Ашығу эндорфиннің бөлінуіне түрткі болады. Өйткені бұл ата-бабамызға қиын кезеңде тамақ іздеуге күш берген. Аш қарын жүріп мақсатқа жетуге тырысу қабілетті тіршілік етуге ықпал етеді. Мүмкін бірінші рет қолға өзі түскен тамақтан айырылып қалып, эмоцияңыз көтерілген шығар. Аузыңа бірдеңе салғаннан кейін эйфория бірден басылады. Бірақ өмір сүру үшін жүрек жалғағаныңызды түсінесіз. Өзін өзі қинау бақытқа апарар жол емес. Позитив эмоцияны сезіну үшін эндорфин бөлінсін деп өз-өзіңді қинау дұрыс емес. Мұның соңы шырғалаң шеңберге түсіріп жіберуі мүмкін. Үнемі эндорфин бөліну үшін әрдайым ауырсынуды сезінуіңіз керек. Эндорфиннің екінші жағы адамдардың неге ол үшін өзіне зиян келтіруге дайын тұратынын түсінуге мүмкіндік береді. Эндорфиннің әсерінен
Адамның ұмытып кеткен нәрсесі аяқ астынан шыға келсе, ол ұнамай қалуы мүмкін. Бірақ табиғат төтенше жағдайдың қас қағым сәтінен басқа уақытта ауырсынуды елемейтіндей етіп құрылмаған. Біз ауырсынудан құтқаратын төмен деңгейдегі эндорфинмен өмір сүре білуіміз керек. Егер жаттығу жасамасаңыз, көз қарасыңызды өзгертіп, жаттығу жасау керек. Жаттығу жасаған сайын эндорфинді алғашқыдай сеземін деп ойласаңыз, әрі қарай жаттығу жасай алмайсыз. Жаттығу жасағанда жақсы сезінесіз, өйткені ол қанды басқа баратын оттегімен толтырады. Егер жаттығу жасау эндорфинді жоғары деңгейде бөледі деп ойласаңыз, жарақаттанып қалуыңыз мүмкін. Эволюция барысында эндорфинді жоғарылату үшін өз-өзімізді әдейілеп ауыртпайтындай жаратылдық. Ауырсыну өміріңізге қауіп төніп тұрғанын ескертеді. Реанимация мен анестезия болмаған уақытта жағымсыз сезім ауырсындыратын әрекеттерден жеткілікті түрде сақтандырды. Эндорфин және есірткі. Опииннің түрлері героин, оксикодон, морфин, эндорфин бөледі. Бірақ олардың жанама әсері бар. Біріншіден, олар табиғи бақыт гормондарын бөлу механизмін бұзады. 2. Оларды қолданғанда ауырсынғаныңызды сезбейсіз. Адамның табиғи өзін-өзі сақтау инстинктін төмендетеді. 3. Олар өзіне тәуелді етіп, алғашқы ләззатты сезу үшін үнемі дозаны жоғарылатуға мәжбүрлейді. Есірткінің жағымсыз жанама әсері тез жиналады. Бұдан кейін ағза стресс гормондарын көп шығарып, есірткіге тәуелді етіп, адам психикасын бұзады. Әлеуметтік ауырсыну эндорфин бөлмейді, бірақ одан туындайтын эйфория ауруды жеңілдете алады. Осындай күйге жету үшін адам физикалық ауырсынуды сезуге дайын болады. Өкінішке қарай бір ауруды ұмытуға ұмтылу екінші ауруды туғызады. Жаттығу. Эндорфин төмендегенде. Эндорфин эволюция нәтижесінде төтенше жағдайларға жауап ретінде пайда болды. Эндорфин туғызатын эйфория сезімі ұзаққа созылмайды. Өйткені маңызды шешім қабылдау үшін біз ауырсынуды сезуіміз керек. Егер өзіңізді тек эндорфин үшін ауыртатын болсаңыз, миыңыз қауіпті деп санаған нәрсені қайта анықтайды. Эндорфинді жоғары деңгейде ұстап тұру үшін өзіңізді көбірек ауыртуыңыз керек. Мидағы эндорфин төмендегенде шындықты көре бастайсыз. Ми осы шындықты байқайды, өйткені бұл тіршілік етуге ықпал етеді. Өмірде эндорфиннің мөлшері үнемі көп болып, соның әсерінен көңілді болған өте жақсы. Бірақ табиғи түрде нейрохимиялық заттардың күрт төмендейтінін білгеніңіз жөн. Нәтижесінде айналадағы шындықты сол қалпында көресіз, және онымен күресе білуіңіз керек. Өмірден алған мына мысалдарға назар аударыңыз. Бұл сол кезде эндорфиннің күрт төмендегенін сезгеніңізді көрсетуі мүмкін. Жаттығудан ләззат алып, бірақ кейінірек артық кеткеніңізді түсінгенде. Бұрынғыдай қалжыңдаған ұнайды, бірақ күлкі келтірмейді. Тамақ ішкенде жеңілдік сезімі жоғалады. Ауруды басатын дәрі бұрынғыдай көмектеспегенде. Окситоциннің тағы бір қыры. Окситоциннің көңіл күйді бұзуын сізге біреудің массаж жасағанымен салыстырсақ түсінікті болады. Алғашқы сәтте бәрі керемет болып сезіледі. Содан кейін ойыңыз басқа нәрсеге ауып кетеді де, массаж жасатып жатқаныңызды ұмытып кетуіңіз мүмкін. Әрине, бұл сізге ұнайды, бірақ окситоциннің бөлінгенін сезбей қаласыз. Мидың бәріне, тіпті өте жақсы нәрсеге де тез үйреніп кететінін түсінгенше, бәріне массаж жасаған адамды кінәлайсыз. Окситоцин сүтқоректілерде туа сала бөлінеді. Бұл оның жарық дүниеге келуін жеңілдетеді. Бірақ көп ұзамай жаңа туған төлге көп окситоцин керек. Осы нейрохимиялық заттар түзілуі үшін жануарлар төлін жалайды, ал адам баласын құшақтайды. Окситоцин төліне енесіне сенуді үйретеді. Осыған ұқсас жағдайлар болғанда окситоцин бөлінеді. Егер өмірде жұрттың бәріне барлық жерде сенуге болса, қандай жақсы болар еді. Егер әлемдегі барлық адамды жақсы көремін деп ойласаңыз, онда танымайтын адамның берген кәмпиті нағыз алаяқтың қолына түсіруі мүмкін. Окситоциннің бөлінуі айналаңызда қалыптасып келе жатқан осындай, немесе басқа әлеуметтік жағдайға реакцияңызды қалыптастырғанда оның бөлінбейтін кезімен алмасып отыруы керек.
көзсіз сену және окситоциннің төмендеуі. Окситоцин арғы ата-бабаңызды туыстарымен тіл табыса алмағанда тайпадан кетуден сақтап қалды. Осылайша окситоцин оларды табиғатта жалғыз жүргенде төнетін қауіп-қатерден құтқарды. Бүгінде окситоцин әріптесіңізге ренжіп, жұмыстан кету туралы өтініш жазуыңыздың алдын алады. Отбасыңыздағы адамдар іс-әрекетіңізді құптамай, тілімен шағып сөйлегенде үйден кетіп қалуыңызға жол бермейді. Мида окситоцин бөлінгенде бұрын біреудің көңіл қалдырып сатқындық істегені еске түседі. Бірақ окситоцин төмендегенде өткен қайғы қасірет аяқ асты еске түседі. Сол жағдайдың тағы да басыңыздан өтетінін сезуіңіз мүмкін. Сіз кез келген нәрсеге ренжіп, тіпті сөйлесіп отырған адамыңыздың әңгіме ауаны сәл өзгерсе де көңіл күйіңіз түсуі мүмкін. Окситоциннің құтқару қасиеті жоғалғанда қоршаған ортаның қауіп-қатері күшейгенін қатты сезесіз. Балалар ойын алаңынан бір-бірімен сенімді қарым-қатынас жасауды үйренеді. Олар біреудің қолдауын сезгенде ми қолдаудың қайдан келетінін білуге үйретеді. Балаларда кортизол бөлінгенде бұл оларды белгілі бір адамнан көмек күтпеуді үйретеді. Сыныптас досы үй тапсырмасын орындауға көмектескенде көмек алған баланың бойында окситоцинді нейронды тізбек құрылады. Бірақ сол көмектескен досы бұдан үй тапсырмасын көшіріп алайын деп дәптерін сұрағанда, бұның бойында дилемма пайда болады. Окситоциннің екінші қыры және зиянды байланыстар. Окситоцин адамдар арасында ұйымдасқан қылмыстық топтардың құрылуына, соғыстың басталуына, отбасының бұзылуына және бұрынғы одақтастарынан қорғанатындай жағдайға жеткізеді. Адамдар әлеуметтік байланысты сақтау үшін шешуші әрекетке барады. Өйткені окситоцин төмендегенде қауіпті сезе бастайды. Менің ата-бабам әлеуметтік байланысты зорлық-зомбылықпен мафия реттейтін Сицилиядан көшіп келді. Мафиоздар қауіпсіздіктен қорғаймыз деп жалған қызмет ұсынады. Әріптес болғаны үшін қанатының астына алуға уәде береді. Өкінішке қарай, бұл қауіпсіздігіңізге кепіл емес. Өйткені олар қажет кезде сізге серіктес деп емес, олжа ретінде қарай бастайды. Сіз ешкімге сенбейтін боласыз. Бұлай жалғыз қалу қорқынышты. Жылы қабақ танытқан кез келген адамға сенуге дайын тұрасыз. Соңында шырғалаң шеңберге түсіп кетесіз. Сицилияда тұрғанда ешкім маған мафия туралы айтқан жоқ. Кейінірек мұның бәрі Холливудтың ойлап тапқан фантастикасы деп шештім. Бірақ өз елімнің мәдени мұрасын зерттегенде ата-бабамның қалай өмір сүргенін біліп қатты шошыдым. Зорлық-зомбылықтың атмосферасында өмір сүру дегеніміз бір жағынан мафиямен ынтымақтастықтан бас тарту. Бұл секунд сайын қауіп-қатер төніп тұрғанын білдіреді. Ал екінші жағынан мафиямен ауызжаласу. Сенім бір қарағанда адамның ізгі қасиеті сияқты көрінеді, бірақ толық мойын ұсынуды талап ететін жауыздыққа сеніп өмір сүру мүддеңізге сәйкес келмеуі мүмкін, немесе сәйкес келуі мүмкін. Бұл белгісіздіктің қорқынышы. Жастардан құрылған қылмыстық топ мүшелері окситоциннің екінші қырына ерекше трагедиялық мысал болады. Олар агрессиядан қорған іздеп бандыларға қосылады, бірақ одан да зор агрессияға ұшырайды. Бұл жастардың қозғаушы мотиві жануарлар туралы мысалдан көрінеді. Ортақ жау, ішкі қайшылықтарға қарамастан сүтқоректілерді бір топқа біріктіреді. Зебралар бір-бірін тістелеп, зорлық-зомбылық көрсетеді. Сонда да табынын тастап кетпейді. Өйткені табыннан бөлінсе, жыртқышқа жем болатынын түсінеді. Ілуде біреуі болмаса, маймылдар мен пілдер де бір-бірінен бөлініп кетпейді, әсіресе жас кезінде. Өйткені олар да жыртқыштың тырнағына ілінетінін біледі. Тіпті арыстандар мен қасқырлар да топтасып тіршілік еткенді жөн көреді. Өйткені жалғыз жүрсе, олжасын басқа арыстандар мен қасқырлар тартып алуы мүмкін екенін түсінеді. Қылмыстық топтар да ішкі қақтығыстарға қарамастан топтасады. Өйткені олар да сыртқы агрессиядан қорқады. Топқа қосылу арқылы өздерін қауіпсіз сезеді. Топ мүшелері бір-біріне сатқындық жасағанға дейін окситоцин бандының мүшесіміз дегенді сездіреді. Бұл цикл қайталанып тұрады.
Отбасында зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдер мен балалар окситоциннің екінші қырына тағы бір мысал. Олардың отбасында не болып жатқанын жасыруы өзін-өзі сақтау инстинктіне қайшы келеді. Олар зорлық-зомбылық жасаған адамға қарағанда болған оқиғаға өзін кінәлап, жағдайды түзетуге тырысады. Басқа адамдармен қарым-қатынас орнатудың орнына ренжіткен адаммен сенімді байланыс орнатуға тырысады. Өйткені адам миы жақын адамға сенім артуға бағдарламаланған. Маскүнем бірге отырып ішетін жолдас іздейді. Бұл да окситоциннің екінші қыры. Адам өзге адамға сеніп, оның да сенімді болғанын қалайды. Тамақ ішкенді жақсы көретіндер өздері сияқты адам іздейді. Нашақорларды іздейді. Шопинг жасағанды ұнататындар да өздері сияқтыларды іздейді. Сол сияқты дөрекі адамдар да дөрекі адамдармен достасады. Мұндай әлеуметтік байланыстар олардың табиғатына қарамастан қанағаттандырады. Егер қалыптасып қалған әлеуметтік тәуелділіктен арылуға тырыссаңыз, одан арылу оңай емес екеніне таңғаласыз. Таныстарыңыз мұндай әрекетке қарсы тұруы да мүмкін. Сондықтан көп адам жағымсыз сипатына қарамастан мұндай топтан шықпауды жөн көреді. Олар өздерін достарым жаман емес деп сендіреді. Әрине, сенім мен қауіпсіздік ұзаққа созылмайды. Сондықтан әлеуметтік топта бұрыннан қалыптасқан тыныштықты сақтауға тырысады. Біз бәріміз өмірде сенімді қарым-қатынас жасаудың қиын екенін сеземіз. Әлеуметтік байланыстың арқасында қауіпсіз жүреміз деп күтеміз. Бірақ уақыт өте келе бұл байланыс біз ойлағандай қауіпсіздігімізді қамтамасыз ете алмайтынын білеміз. Сондықтан қоғамдағы байланысымыздың бағасын білу өте маңызды. Кейде олардың таңдауы сіз ойлағаннан әлдеқайда кең екенін көресіз. Егер кез келген жағдайда окситоцин бөлінгенін қаласаңыз, нақты қауіпті байқамай қалуыңыз мүмкін. Окситоциннің жетіспеуі жағымсыз эмоция туғызуы мүмкін, бірақ айналамызға және өміріміз туралы шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Үлкен бақытты отбасы. Егер отбасыңызға үнемі қамқорлық жасасаңыз, онда ми үнемі окситоцин бөледі деп ойлауыңыз мүмкін. Өзіңізді қалаған әлеуметтік топқа қабылдаған кезде де солай болады. Әрдайым қауіпсіз, тиесілі сезімін сезу және осындай мүмкіндік беретін әлем туралы армандау өте жақсы. Бірақ шындық арманнан алыс, өйткені адам да жануар секілді. Егер балалық шағыңда ата-анаң қалағаныңның бәрін істесе, есейгенде көңіл қалдыратын оқиға жиі болуы мүмкін. Өйткені жан-жағыңыздағылар әке-шешеге қарамайтынын түсінесіз. Егер ата-ана сенімді ақтамаса, көңілсіз күйге одан да ерте түсер едіңіз. Окситоциннің төмендеуі жағымсыз эмоция туғызса да, бұл жас сүтқоректіге енесінің бауырынан шығып, қатарластарына сүйіспеншілікпен қарап, сол арқылы көбеюіне көмектеседі. Топқа кіріктіру. Бәрі де топқа қосылып, өмірінің соңына дейін ләззат алуды армандаған шығар. Кейін топтың құрамына кіргеніне өкінеді. Біреудің қорғағанын қалағанда, сол адам алыста мінсіз болып көрінеді. Сол топтың құрамына кіргенде, олар да өзіңіз сияқты сүтқоректілерден тұратынын түсінесіз. Сөйтесіз де басқа бір адамдарды, басқа бір топты мен іздеген топ осы шығар деп ойлайсыз. Соңында шырғалаң шеңберге түсесіз. Окситоцин бөлуге көмектесетін жаңа нейронды тізбектер шырғалаң шеңберді бұзуға көмектеседі. Топты тану. Жануарлардың көптеген түрінің ерекше белгісі бар. Олар тұқымдастарынан басқа түрден оңай ажыратады. Сауырында бір қара жолағы бар бөкен, екі қара жолағы немесе қара және ақ жолағы бар бөкендерден ерекшеленіп тұрады. Осылайша ол өзіне таныс емес экологиялық аймақта тіршілік ететін бөтен топқа қосылып кетуден сақтанады. Сондай-ақ адамдар да топтың қажеттілігіне, физикалық сипаттамаларына немесе мінез құлқына байланысты бөлінеді. Топ ішінде төбелес болып тұратыны сөзсіз. Өйткені оның әр мүшесінің сүтқоректі миы бар. Оның алдында осы генді ұрпағына беру міндеті тұр. Дегенмен, жануарлар ішкі жанжалға қарамастан топтан бөлініп кетпейді. Өйткені олар сыртқы жаудан қатты қорқады. Сырттан төнген қауіпке қарағанда ішкісі одан да қауіпті болса, адам топтағы қиындыққа төзеді. Өйткені топтан іргені аулақ салған сайын
окситоцин топтан бөлінудің қауіпті екенін еске түсіріп отырады. Біз өзімізді ыңғайсыз сезініп, окситоцин түсіп кетсе де шыдаймыз, себебі солай жаратылғанбыз. Сенім керемет нәрсе, бірақ ашық ауыз болу өмірдегі мүддемізге қауіп төндіруі мүмкін. Ата-анасы өбектеп, аяқ киімінің бауына дейін байлап, тәрелкесіндегі етті де майдалап турап беріп өсірген баланы көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Үнемі үй тапсырмасына біреу көмектесетін студент туралы ойлаңыз. Күйеуіне ғана сеніп отыра беретін әйелді елестетіп көріңіз. Жалпы алғанда біреуге сену өмір сүру үшін қажетті дағдыны дамытуға кедергі келтіруі мүмкін. Қабілетсіздігінен зардап шекпес үшін біреуге сеніп өмір сүреді. Бірақ маңызды бірдеңе істеу керек дейтін жағдайға тап болғанда, дағдыланудың орнына тағы да біреуге арқа сүйесеңіз, мұның соңы жақсы болмауы мүмкін. Жаттығу. Қай кезде окситоцин төмендейді? Сүтқоректілер табынан бөлініп қалғанда окситоцин төмендейді. Олар сізді ұмытып кетті ме, әлде өзіңіз адасып кеттіңіз бе? Окситоциннің жетіспеуі топ мүшелерінің қолдауы жетпей тұрғанын ескертеді. Сол сәт жалғыз жүріп тіршілік ету қауіпті болып көріне бастайды. Әрине, әрдайым әлеуметтік қолдауды сезген жақсы, бірақ топпен жүрсеңіз, көптеген маңызды мәселелерді өз бетіңізше шеше алмайсыз. Біз біреудің қажеттілігін қанағаттандыруға емес, өз қажеттілігімізді қанағаттандырудың оңтайлы жолын іздеуге бағдарламаланғанбыз. Әлеуметтік қолдауды сезбеу ауыр болуы мүмкін, бірақ ми окситоцинді үнемі сезетіндей құрылымдалмаған. Біз әлеуметтік қолдау мен өмірлік мақсатқа жету арасындағы тепе-теңдікті сақтаймыз. Сіз мұны істеуге қабілетіңіз жететінін біліп үйренесіз. Мына жағдайды бақылаңыз. Өзгелер қолдамағандықтан қауіп төнгенін сезгенде, әлеуметтік қолдауға сенбегенде, басқа нәрсеге сеніп әлеуметтік қолдаудан бас тартқанда. Серотониннің тағы бір қыры. Адамдар сізді құрметтесе, серотонин бөлінеді. Бұл сізді дәл осындай жақсы сезім күтуге мәжбүр етеді. Бірақ арада біраз уақыт өткенде осы құрмет жеткіліксіз болып көрінеді. Барыңызды салып, одан да көп құрметке бөленуге тырысасыз. Кейде қанша тырыссаңыз да артық құрметке бөлене алмайсыз. Айналадағы адамдардың, әсіресе ол адамдар сізге ұнамайтын болса, өзгенің қолдап, қуаттауына тырысатынын байқау қиын емес. Олардың мәртебеге деген құштарлығы көп ұзамай манияға айналады. Мидың табиғи түрде қаншалықты ізденетінін байқау қиын. Серотонин тағы да бөлініп басылғанда, жануарлар мидың әлеуметтік жағдайды жақсартуға деген ұмтылысын түсінеді. Маймыл бананды тойып жеп алғаннан кейін, онысы тез қорытылады да, баласын тойа емізу үшін тағы бір бананды үзіп алады. Әлеуметтік маңыздылыққа ұмтылу. Дүкен немесе мейрамхана қызметкерлері басқа жерде байқала бермейтін құрмет көрсетеді. Көп жағдайда айналасындағы адамдар да өз ісінің маңызды екеніне сіз сияқты сенімді. Егер позитив эмоцияларды сезу үшін сізге басқалардың құрметпен қарауы қажет болса, бұл қиын болады. Мейрамханадағы ең жақсы үстелді таңдаған адамды көргенде, оларды ақымақ деп ойлайсыз. Өйткені мейрамханадағы үстелдің орналасуы өмір сүруге ешқандай да ықпал етпейді. Бірақ ең жақсы үстелді ала алмай қалсаңыз, бәрі мүлде басқаша көрінеді. Сүтқоректі ми әлеуметтік жағдайыңызды қадағалап әрекет етеді. Ми онсыз да маңыздымын, енді демаламын деп айтатындай эволюцияланбаған. Ол үнемі болашағыңызды бағалап жақсарту үшін дамыған. Сондықтан мәртебелі адам басқа біреудің дәл өзіндей мәртебесі көтерілгенде көңілі бұзылады. Армандаған жұмысына тұрған адам көп ұзамай одан да жақсы жұмысты ойлайды. Әлемді құтқарғысы келетін адам әлемнің де оның құтқарғанына құштар болғанын қалайды. Әлем неғұрлым бүлінсе, бұл адамның көз алдында әлемді құтқаруға қосқан үлесі соғұрлым жоғары болады. Басқарып үйренген адам бәрінің тез арада бар ықыласпен тапсырмасын орындағанын қалайды. Айналадағы адамдардың құрметтегеніне ұмтылудың жағымды да жағымсыз жақтары бар. Адам көптеген жетістікке ұмтылу арқылы жеткен, бірақ мәртебеңіз өссе де, алғашқы қуаныш тез басылып, тағы да қуанғыңыз келеді.
Серотонин төмендегенде әлемде бірдеңе дұрыс болмай тұрғандай сезінуіңіз мүмкін. Бәрі мойындағаннан кейін әлем жақсы болып көрінеді, бірақ аз уақытқа ғана. Егер өлеңдеріңіз Нью-Йорк Таймс газетінде жарияланса, өмір бойы бақытты боламын деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ өлең жариялана салысымен ми өзіңізді мойындататын басқа жол іздей бастайды. Ми белгілі бір жолмен өзінің құндылығын сезуді үйренеді, әрі мұны бәрінің мойындағанын күтеді. Спортта отставкадағы боксшының рөлін ойнаған жас Марлон Брандо «Мен чемпионатқа үміткер бола аламын» деп айқайлайды. Сіз оның боксшы титулын жеңіп алса, бақытты болатынына сенесіз, бірақ ол боксшы атағын жеңіп алса, басқа атаққа ұмтылар еді. Даунтон немесе Тақтар таласы телехикаясын көргенде осы әлемнің билеушілерін жек көріп кетесіз, бірақ айна нейрондарыңыз күш сезімін ұнатады. Сондықтан осы сериалдарды қайта-қайта көресіз. Біз Холливуд жұлдыздары туралы әңгімелерді жиі естиміз және көп оқимыз. Олар терең депрессияға түсіп, бұрынғы даңқы мен танымалдылығынан айырылады. Бұл маған біртүрлі болып көрінді. Өмір бойы бақытты болу үшін адамға кем дегенде бір супер сәттілік жеткіліксіз бе деп ойладым. Жетістікке жету миды қайта зарядтап, қайталау арқылы жайлылықты сезуге мәжбүр ететінін түсіндім. Егер қайталай бергеннен көңіл күйіңіз түссе, оның себебін түсінбейсіз. Бизнестің немесе кино индустрияның қатал заңын, қоғамның өзгермелі көзқарасын, менеджменттің қателіктерін кінәлайсыз, ал басты себепке назар аудармайсыз. Ол өткен жолы ләззат сыйлаған мидың серотонинді іздеуі. Бұл құбылыс біздің өмірімізде де, кино әлемінде де бар. Әр адам басқаның назарын өзіне аударғысы келеді. Кейбір адамдар ғана өзінің ләззаты үшін қалауын басқа адамдарға жүктейді. Бұл ләззат сейілгенде айналасындағы адамдардың құрметіне шөлдейді. Егер олар күткен адамның құрметін көрмесе, әлемге серотонин инъекциясынсыз қарап, үрленеді де күйіп кетеді. Құрметті болудың кең тараған тәсілі біреуді құтқару, батыр болу өзіңнің құндылығыңды арттырудың сенімді жолы. Сонымен қатар ол кейде қоғамда мәртебе үшін болатын қақтығыстың алдын алады, бірақ көп ұзамай жайлылық сезімі сейіледі. Сол кезде тағы біреуді құтқаруыңыз керек. Құтқарушылардың ерлік істеуге беріліп кететіні сондай, айналасындағылардың жағымсыз мінез құлқын елемейді. Мұндай мінез құлық қауіп төндіруі мүмкін. Сондай-ақ өзін құтқаруы керек деп түсінуі ықтимал. Мұның классикалық мысалы есірткіге тәуелді адамға есірткі тауып беруге көмектесу. Көбіне нашақордың жұбайы немесе ата-анасы есірткі сатып алуға көмектеседі. Адам басқа біреуге күмәнді жолмен болса да көмектесіп, өзінің қадірін сезіп үйренеді. Серотонин бөлудің кең тараған әдісі жоғары мәртебелі немесе әлеуметтік маңызды серіктестің сүйіспеншілігіне бөлену. Әдетте адамның миындағы әлеуметтік мәртебе мен махаббат мәселесі саналы түрде араласпайды. Бірақ белгілі бір адамның сізге көзі түскенде позитивті эмоция пайда болады. Жыныстық белсенділігімен танымал шимпанзе Бонобо да топтағы жоғары мәртебелі ерлі-зайыптылармен қатты бәсекелеседі. Алайда олжалы болғаннан кейін серотониннің мөлшері төмендейді. Одан да жоғары мәртебелі серіктес табылғанда серотонин қайта бөлінеді. Мүмкін бұған бейім емес шығарсыз, бірақ айналаңызға қарап, ондай адамдарды оңай кездестіресіз. Әйелдің немесе ер адамның серіктесінің супер жұлдыз болуы оған жайлы сезім сыйлайды. Бұл мұндай адамның миын болашақта супер жұлдыздардың арасынан тағы да серіктес табатындай баптайды. Мәртебеге ұмтылу жаңа құбылыс емес. Серотонин төмендегенде қоғамды жиі кінәлайды, ал мәртебеге әртүрлі мәдениеттерде барлық уақытта нұқсан келетін кездер болады. Көптеген мәдениеттерде қызметшілерге қатал қарау қалыпты жағдай, ал қайын енелер келіндеріне үстемдік етеді. Рулық қауымдастықтарда әдетте қатаң иерархия билік етеді.
Дегенмен адамдардың сырт келбетіне қарап, олардың дәрежесі тең деп ойлауға болады. Мұндай қоғамдастықтарда екі тараптың бірі екіншісіне бағынатын сияқты болып көрінеді. Егер олай болмаса, жазалануы мүмкін. Сіз басқа жерде және басқа уақытта өмір сүрсем, серотониным жоғары болар еді деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ шын мәнінде басқа жерде өмір сүрсеңіз де, адамдардың да жануар екенін, тіпті өзіңіздің де жануар екеніңізге көзіңіз жетер еді. Әлеуметтік үстемдік өте маңызды. Өйткені жабайы табиғатта ол геннің ұрпаққа берілуін қамтамасыз етеді. Сүтқоректілер қажеттілігін қанағаттандырғаннан кейін топта немесе қоғамда мәртебесін өсіруді көздейді. Бұл кез келген нәрсе болуы мүмкін. Ұрпағының өмір сүруіне жақсы жағдай жасаудан бастап жұптасатын серіктесті табуға дейін. Эволюция барысында жеткен жетістігін қанағат тұтып қоймай, алға ұмтылған сүтқоректілер тірі қалып, ДНК-сын ұрпағына таратуға мүмкіндік алды. Сондықтан біз мектеп жасындағы баламыздың момындығына, сабақты нашар оқығанына ренжиміз. Кез келген халықтың құрметіне бөлену жолындағы кішкентай ғана кедергінің өзін өмір сүруге кедергі ретінде қабылдаймыз. Бәріміздің де өмірде табысқа жеткен туысымыз бар. Сізге сол адам туралы айтқан сайын жағдайыңыз жақсы болса да, серотонин төмендейді. Бәлкім бала күніңізде сізді де ата-анаңыз басқа балалармен салыстырған шығар, өз жағдайларына күйінген шығар. Осыған байланысты ми әлемді бұрыс көзқараспен қабылдауға бейімделген шығар. Сондықтан жақсылықтан ләззат алудың орнына үнемі қауіп-қатерді сезесіз. Серотониннің төмендеуі денсаулыққа пайдалы болуы мүмкін. Ми серотониннің балалық шақта және жастық шақта қалыптасқан нейронды жолдар арқылы бөлінгенін күтеді. Алайда серотонинді шексіз бөлуді қамтамасыз ететін бірде-бір жол жоқ. Егер бала күнде өзгелердің үстемдігін көрсеңіз, нейронды тізбек бойыңызға жабырқаудың бір түрін екті. Ал егер махаббатқа бөлеп, сүйіспеншілікпен өсірсе, ми басқа жағдайға бейімделді. Кейде құрметке бөленемін деген ойыңыз күткеніңіздей болмауы мүмкін. Өмірде мұндай көңілсіздіктен қашқаннан гөрі жеңіп үйренген әлде қайда пайдалы. Кейде баламыз мектеп командасына кіре алмаса, ешқашан алған бетіңнен қайтпа деп ақыл кеңес береміз. Біреудің көңілінен шығу адам өмірінің салауатты кезеңі. Дегенмен оның да қауіпті жағы бар. Сіз мәртебеге мүлде қызықпаймын деп өзіңізді серотониннен қорғауыңыз мүмкін, бірақ бұл ойыңызға қарамастан нейрохимиялық заттар қоғамдағы жағдайға әсер етеді. Бұл мәселеге қатысты барлық реакция сіз тұратын жердегі уақыт пен орынға қарай анықталады. Өйткені шынайы әлемде ненің құрметті, ненің қадірсіз екенін түсінесіз. Егер сіз басқа уақытта және басқа елде өмір сүрсеңіз, онда өзіңіздің ер адам ретіндегі абыройыңызды қорғау үшін дуэльге шығуыңыз, немесе әйелдің абыройын сақтау үшін үйден шыға алмай қалуыңыз мүмкін. Бүгінде сіз әлемді жақсы түсінемін деп мақтан аласыз. Айналадағы әлемді жақсы түсіну өзіңізді басқалардан артық сезуге мүмкіндік береді. Егер бұл әлемді сіздей жақсы түсінбейтін адамның құрметке бөленгенін көрсеңіз, бұл жаныңызды жаралайды. Керісінше, сіз жеңіп алған басқаға тиесілі құрмет сізді мәңгі бақытты етпейді. Ми мәртебеңізді одан әрі өсірудің жолдарын іздейді. Оны тиянақты етуді талап етеді. Жаттығу. Қай уақытта серотонин төмендейді? Егер кішкентай тоғанда тіршілік ететін үлкен балық болсаңыз, онда үнемі үстемдігіңізден ләззат аласыз. Егер үлкендеу тоғанда тіршілік ететін ірі балық туралы естісеңіз, серотониніңіз төмендейді. Өзіңіздің әлеуметтік ұстанымыңызды нығайтқанға дейін бір нәрсе істеу керек деген сияқты ойдың арбауына түсесіз. Серотониннің төмендеуі осыған итермелейді. Ол арғы ата-бабаңызға мамонттың терісін сыпырудың жаңа тәсілін ойлап тауып, оны басқаларға айтуына түрткі болады. Мүмкін қандай да бір үлкен жетістікке жетсеңіз, соған өмір бойы қуанатыныңызға сенген шығарсыз. Бірақ осы уақытқа дейін жеткен әрбір жетістігіңіз сізді тағы бір мақсатқа жетелемеді ме? Мұны басқалардың бойынан көру оңай.
бірақ оны өз бойыңыздан көре білуіңіз керек. Серотониннің үнемі төмендейтінін түсіну. Егер сіз өзіңізді аса маңызды сезінбейтін болсаңыз, дүрбелең сезім туғызбайды. Сондай сәттерді еске түсіріңіз. Біреудің мәртебесі қалай өскенін бақыладыңыз, бірақ көп ұзамай оған қызықпайтын болдыңыз. Сізді құрметтей бастады, бірақ уақыт өте келе бұлай құрметтеу қызықсыз болып кетті. Құрметті болу үшін көп тер төктіңіз. Жағымды әдеттер көңілсіздікпен күресуге көмектеседі. Егер сізді арыстандар қуып, ағашқа өрмелеп кетіп құтылсаңыз, онда миыңыз ағашқа жақсы қарауды үйренеді. Жаман сезімді жақсы сезімге айналдыратындар үшін кез келген нәрсе сүтқоректі ми тұрғысынан құтқарушы болып, күшті нейронды жолдар салады. Егер сіз тұратын жерде арыстан көп болса, ағаш қауіптен құтқаратын жол болады. Бірақ бәрі олай емес. Өзіңізді жайсыз сезінген сәтте жақсы сезінуге мүмкіндік берген нәрсені іздеп, айналаңыздағы әлемді зерттейсіз. Бұл сіздің жағымды әдеттеріңіз. Ол мидағы жақсы нәрсені күтетін нейронды тізбектер. Жақсы сезім әрине ұзаққа созылмайды. Сондықтан жағымды әдеттерге көп жүгінеміз. Жағымды әдеттің негізі назарды басқаға аудару. Кейде назарды басқаға аудару жағымсыз эмоциялар цикліндегі электр тізбегін үзуді білдіреді. Егер сіз арыстанның иісін сезіп тұрып, иіссудың иісіне көңіл бөлуге тырыссаңыз, бұлай басқаға назар аудару нәтиже бермейді. Бірақ көп жағдайда арыстанмен бетпе-бет келмейсіз, жай көңіл күйіңіз түседі. Бұл жерде көңіліңізді аулап, айналып өткізетін кез келген нәрсе құтқарушы болып көрінеді. Егер бір кездері марка жинау сізді жағымсыз сезімнен құтқарса, ми марка жинаудан жеңілдік күтетіндей байланыс орнатады. Неліктен бұрынғы әдеттен бас тарту қиын? Темекіні қоюға көмектесетін психотерапевт біздің әдетіміздің таңғаларлық екенін айтты. Ол маған сауық кешіне келген 14 жасар бозбаланы таныстырмақшы болды. Жас жігіт бір қызды көріп, онымен сөйлескісі келеді, бірақ батылы жетпейді. Ол жүйкесін тыныштандыру үшін темекі шеккенде жеңілдеп қалады. Қызда оған кетәрі болмайды. Сол кезде жігіттің басында бақыт гормондары ойнайды. Қатты қуанып, бәрінің жақсы болып кетуіне мүмкіндік туады. Жігіттің миында жақсы нейрохимиялық серпіліс күшті нейронды тізбек құрып, ол темекі тіршілік етуді қамтамасыз етеді деп тұрады. Әрине, жас жігіт мұны вербальды деңгейде ойламайды, бірақ келесі жолы тіршіліктің қиындығымен бетпе-бет келгенде бірден есіне темекі шегу түседі. Темекі тартқан сайын нейронды жол тұрақты бола бастайды. Арада біраз жыл өткенде сол баяғы жігіт темекіні қоюға тырысады, бірақ баяғы 14 жасындағыдай сенімсіз болады. Оны темекі нейронды тізбегінсіз жеңу мүмкін емес. Сүтқоректі ми темекі шегуді қоюды өміріне қастық жасау деп түсінеді. Сондықтан бұл адам темекі шегу секілді жаман әдеттен құтылу үшін жаңа жақсы нәрсеге әдеттеніп үйренуге тиіс. Ойды басқа іске бұру. Жағымды әдеттер уайымнан құтылатын жол көрсетеді. Егер бұрын математиканы нашар оқып, үлгере алмағаныңызға ренжіп көңіліңіз түссе, осындай жағымсыз сезімді жеңуге мүмкіндік берген нәрсе мида жаңа нейронды жолдар салған. Егер сауық кешіне барып, көңіліңіз көтеріліп, риза болып қайтсаңыз, ми көңіл күйіңіз түскенде сауық кешіне бару көңіліңізді көтеретініне үйреніп алады. Сауық кешіне барсаңыз, математика есебін шемішкеше шағып кетпейтініңізді білесіз. Бірақ тағы да көңіл күйіңіз түскенде сауық кешіне бару көңілді көтеретінін білесіз. Ойды басқа іске бұру өмір сүру тұрғысынан пайдалы емес. Әсіресе жағдай нақты әрекетті қажет еткен кезде. Көрші үстелде отыратын әріптесіңізбен ұрысып қалсаңыз, ештеңе істемеңіз. Ми алданып, бірдеңе істе деп айқайлағанда, ойды басқа іске бұру дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Бұл қайта мазасызданудан қорғап, өмірді сақтап қалуға көмектеседі. Әдеттің жанама әсері. Әрбір әдеттің өзіндік жанама әсері болады. Әдет неғұрлым қалыптасқан сайын, оның жанама әсері соғұрлым көп болады. Бастапқыда оның салдары онша қатты сезілмейді. Бұл бар болғаны бір тілім торт, немесе бұл бір ақ стакан шарап.
Бұл тағы бір зиянсыз көңіл көтеру, немесе бұл бар болғаны аздап қана мақтану, бұл аздап қана ашулану, немесе бұл жұмыстан аз уақыттық үзіліс, бұл жай ғана сауық кеші, бұл жай ғана жаңа жоба, бұл жай ғана өтірік, бұл жай ғана қарсыластармен бәсекелесу. Ештеңе істемеңіз. Жаман әдеттің шырғалаң шеңберінен сол істі істемеу арқылы шығуға болады. Бұл миды бұрынғы әдеттер сізде өлмейтініңізге үйретеді. Өзіңізде уайым мен қауіптену сезімі өлтірмейді деген ойға үйренесіз. Жағымсыз сезім пайда болғанда бірдеңе істеп қамданудың орнына ештеңе істемесеңіз, жағымды шеңбер іске кіріседі. Әдетіміздің жаңа әсері болмаса жақсы болар еді. Алайда бақыт гормондары осы әсердің салдарына байланысты дамиды. Алған әсер жеткілікті болып, кортизол бөлінгенде қауіп-қатерден құтылу үшін шешім қабылдаудан қорқасыз. Осылайша шырғалаң шеңберге түсесіз. Менің ойымша 10 секундта ондаған шырғалаң шеңберді тізімдей аласыз. Дұрыс тамақтанбау, алкоголь ішу, махаббаттағы жауапсыз қарым-қатынас, есірткі, адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасамау, құмар ойындар, ішкі меннің өсуі, мансап қуу, қандай жағдайда да біреуге ұнауға тырысу, шамадан тыс альтруизм, темекі шегу және тағы басқа. Бұл 10-нан асады. Мен тоқтай алмай қалдым. Бұл әдеттердің зиян тигізуі мүмкін екенін білесіз. Жайлылықты сезгіңіз келсе, бұрыннан бар нейронды жолдарды қолданасыз. Қарсыласу арқылы өміріңізге төнген қауіп-қатерді сезесіз. Жақсы әдеттерді қалай қалыптастыруға болады? Жақсы әдеттерді қалыптастырудың алғашқы қадамы кортизол қауіп төндіре бастағанда ештеңе істемеу. Ештеңе істемеу ішкі түйсігіңізге қарама-қайшы келеді, бірақ өміріңізді өзгертуге мүмкіндік береді. Егер ештеңе істемесеңіз, ойлануға уақытыңыз болады. Бұл ой баламан нұсқа ұсынуы мүмкін. Бастапқыда осы ойдың ешқайсысы ұнамайды. Әдетіңізге сай келмейді. Электр импульсын жаңа бағытқа бұрған сайын жаңа тізбек қалыптаса бастайды. Мұның бәрі жағымсыз сезімнен құтылуға асықпай, оны сол күйі қабылдауыңызға байланысты. Бірден жақсы сезетіндей балама нұсқа болса жақсы болар еді. Лезде пайда болатын жақсы сезім сүтқоректі миға әсер ететін әрекеттен басталады. Бала күніңізде жеміс-жидектен жасалған балмұздақты асап жегендегі сезім сізді бала күніңізден жақсы көретін адамыңыз құшақтап сүйгенде, немесе бәрі тік тұрып қошемет көрсеткенде пайда болады. Үнемі бұлай сезу мүмкін емес. Сондықтан ісің бірден жақсы болып кетпесе, оны қайталау арқылы бақыт гормондарының жолын аша алатыныңызды түсінуіңіз керек. Мидың қалай жұмыс істейтінін білсеңіз, жанама әсері аз, жағымды әдеттерді қалыптастырасыз. Келесі тарауларда мұны қалай істеуге болатынын көрсетеміз. Жаттығу, белгілі шырғалаң шеңберлер. Жақсы әдеттер сіздің бұрын мазаңызды алған сезіміңізді жеңуге көмектесетін жол. Егер сіз бақытты өмір сүрсеңіз, бұл тағы да мазаңызды алып, бір нәрсе өміріңізге қауіп төндіріп тұрғандай болады. Егер сіз осы сезімнің жетегінде кетсеңіз, ескі тізбек жұмыс істей бастайды. Егер біраз уақыт ештеңе істемесеңіз, онда жаңа тізбектің құрылуына мүмкіндік туғызасыз. Қандай әдеттер қай мезгілде мазасыздықты жеңуге көмектесетінін біліп үйреніңіз. Егер бұл күйдің нейрондар арасындағы ерекше байланыс екенін түсінсеңіз, жаңа байланыстар қалыптастыруға жағдай жасайсыз. Мына мысалдарға назар аударыңыз. Уайымнан арылуға көмектесетін таныс адам. Әдетінің жанама әсері анық көрініп тұрған адам. Мазасызданып, қауіптенуді жеңуге көмектесетін позитив әдеттеріңіз. Жанама әсері болатын жағымсыз әрекеттеріңіз.